Барлығына сәлем достар, біз ағылшын тіліндегі сабақтарымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Біздің кезекті тақырыбымыз ағылшынша ең қиын 4 сөз деп аталады. Бұл дегеніміз ағылшын тілін үйрену барысында көптеген адамдар жіберетін қателіктер туралы болмақ. Сонымен біз қазір ағылшын тілін үйренушілер арасында көптеген қателіктер жіберетін, бір-біріне ұқсас осы 4 сөз жайлы жеке-жеке анықтама беріп түсіндіретін боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Ол сөздер мыналар: loss, lose, lost және де lose. Біз бұл 4 сөзді қателік жібермей қалай пайдалануымыз керек? Сөйлем барысында қалай қолданамыз және тыңдау барысында бір-бірінен қалай ажырата аламыз? Солар жайлы біз қазір сіздерге айтып беретін боламыз. Алғашқы сөзіміз loss, потеря, жоғалу деп аударылады, не зат есім. Осы сөзге мысал келтіріліп түсіндіріп беретін болсақ, loss of production, өнімнің жоғалуы. Қандай да бір фабрика, зауытта бір жабдық істен шығып, жұмысын тоқтатқан кезде, ол кезде өнімнің жоғалуы пайда болады. Біз сол кезде осы сөзді пайдаланамыз. Loss of production, өнімнің жоғалуы. Келесі мысал loss of battle, шайқастан жеңілу. Шайқастан жоғалту деп аударма жасай алмаймыз. Қазақ тілінің нормасына сай біз бұл жерде шайқастан жеңілу деп мысал келтіреміз. Loss of battle, шайқастан жеңілген кезде осы loss сөзін қолданып айтамыз. Келесі мысалымыз weight loss, салмақ жоғалту. Денсаулықта қандай да бір проблема болып, салмақ жоғалтып жатқан кезде біз осы weight loss сөзін пайдаланамыз. Соңғы рет мысал келтірейік. Due to coronavirus, the company suffered big losses. Коронавирустың кесірінен компания шығынға ұшырады. Яғни бұл жерде due to салдарынан, кесірінен, жоғалту. Ағылшын тілінде suffered big losses due to болып аударылады. Қазақ тілінің нормасына сай, коронавирустың кесірінен компания көптеген шығынға ұшырады. Яғни көптеген пайдасын жоғалтып алды. Енді келесі сөзіміз lose, жоғалту. Бұл жерде етістік. Don't lose your temper, сабырыңды жоғалтпа. Ал қазақ тілінің нормасына сай, ашуланба, ызаланба деп аударамыз. Don't lose your temper. Келесі мысалымыз I don't want to lose you, мен сені жоғалтқым келмейді. Яғни мен сенен айырылғым келмейді деген мағынада осы lose сөзін қолданамыз. Келесі let's not lose hope, үмітімізді үзбейік. Let's not lose hope, яғни L-O-S-A бұл етістік жоғалту сөзі болды. Есімізде жақсы сақталды деп ойлаймын. Келесі сөзімізге көшеміз. Келесі сөзіміз lost, жоғалттым. Бізде lose сөзі дұрыс емес етістік, ал бұл lost соның өткен шағы. Lost сөзі. Яғни біз бұны өткен шақтағы естелікті айтқан кезде, яғни болып кеткен әңгімені айтқан кезде қолданамыз. Неге lose пен lostты адамдар шатастырады? Себебі lose сөзі, lost сөзі lose құсап айтылады. Яғни соңындағы ти әріпі жеңіп кеткендіктен адамдар көбінде шатастырып жатады. Бірақ біз бұл сөзді тек өткен шақтағы сөздерді айтуға ғана қолдана аламыз. Lost сөзіне мысал келтіретін болсақ, I lost my key yesterday. Мен кеше кілтімді жоғалтып алдым. Бұл қай шақта тұр? Әрине өткен шақ. Біз осы lost сөзін тек өткен шақта ғана қолданамыз. Келесі сөйлем little girl crying because she lost her toy. Кішкентай қыз жылап жатыр, себебі ол ойыншығын жоғалтып алды. Because she lost her toy. Көрдіңіз бе, lost сөзі lose болып естіліп тұр. Сондықтан сөйлем барысында шатастырмаймыз. Lost сөзінің өткен шақта қолданылу керектігін ескере отырып, сөйлемді дұрыс аударып, әрбір сөзге әріпке мән бере отырып қараймыз. Келесі сөзіміз L-O-O-S-E, lose. Бұл жерде енді сын есім, бос, мықты емес деген мағынада аударылады. Яғни қандай да бір заттың бос болып тұрғаны, яғни босап кеткені. Шүріптің немесе болттың, тағы да бір басқа нәрсенің, арқанның байланған. Солардың босап кетуін біз lose сөзі арқылы бос, мықты емес деп айтамыз. Мысал келтіретін болсақ, lose boats my case oil leaks.
Босаған болттардың салдарынан май ағып кетуі мүмкін. Яғни loose bolts бұл жерде босаған болт сөзі болып аударылады. Loose сөзін біз осы бос болып тұрған затқа айтамыз. Келесі мысал. This t-shirt is a bit loose. Can you bring me one size smaller, please? Мына футболка маған бос болып тұр деп айтпаймыз, яғни үлкенірек болып тұр. Сондықтан маған бір размер кішісін әкеле аласыз ба? Can you bring me one size smaller, please? Бос болып тұрған киімге де біз осы loose сөзін қолданып, мысалдар келтіріп, ағылшын тілінде осы loose сөзін қолдана алатын боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе барлығын қайталап шығатын болсақ, loss жоғалу зат есім, lose жоғалту етістік, ал lost осы lose сөзінің өткен шақтағы етістік түрі, ал loose ол бос, бұралған, байланған деген мағынаны білдіреді. Төртеуін ендігі кезекте ағылшын тілін қолдану барысында, сабақ барысында шатастырмай қолдана аласыздар деген ойдамын. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген үміттемін. Видео сабақ ұнаған болса, комментарийға жазып, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде жауап береміз. Және де каналға тіркеліп, достарыңызды да шақыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабаққа дейін көріскенше.